Ақшам телеарнасының күткен көрермен үшін қайырлы кеш. Студияда Дәулет Сейітбеков, алдымен андатпаға зер салайық. Жолаушылар тасымалдайтын автобустардың жүру интервалы мен тұрғындардың бетперде кию тәртібі тексерілді. Сәтпаев қаласындағы Жеңіс саябағы толықтай жаңартылуда. Тәуелсіз Қазақстан бейбітшілік пен келісім елі. Біз шығарылымымызды әдеттегідей республикадағы және аймақтағы эпидемиологиялық жағдай туралы жаңалықтардан бастаймыз. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирустық инфекцияға 10 ПТР нәтижесі бар 1100 науқас анықталды. Оның 98-і Қарағанды облысында. Сәтпаев қаласында есептік кезеңде COVID-19 жаңа фактілері тіркелген жоқ. Дегенмен, абай болыңыздар, барлық алдын алу шараларын сақтаңыздар. Жақынымызға жанашыр болайық. Сәтпаев қалалық мәслихат депутаттары, ақсақалдар алқасы мен қоғамдық кеңес мүшелері бірлесіп тұрғындардың өтініші бойынша қалашілік автобустардың жүру тәртібін бақылады. Тізгінді әріптесіме беремін, тақырыпты толықтырсын. Қалалық сапаржайға бас сұққан халық қалаулылары ақсақалдар алқасының төрағасы мен қоғамдық кеңес және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары рейд барысында автобустарға жасалып жатқан залалсыздандыру жұмыстарына көз жеткізді. Жүргізушілердің айтуынша әрбір айналым сайын тазалық жұмысы жүргізіліп тұрады. Одан әрі сапаржай басшысымен тілдескен мамандар қоғамдық көліктердің қаншалықты уақытымен жүретінін сұрады. Интервал какой у вас совершенно? Интервал 40. Например, 9 возьмем, да? Так. Он в 12 отсюда выехал, например, да? Проехал и возвращается во сколько? 40 Возвращается минут, да? через 40 минут. А Но у нас, кроме девятки, есть десятка, Нет, я понимаю. 13-й, и они через каждые 10 минут едут. Но они дублируют друг друга, они встречаются. Одан әрі сапаржайға кезегімен келіп жатқан автобустарға бас сұқты. Ондағы мақсат жолаушылардан көліктің жүру тәртібіне қандай баға беретінін сұрау. Сондай-ақ тұрғындардың қоғамдық көлікте қаншалықты карантиндік тәртіптерді сақтайтынын бақылау болды. Байқағанымыздай жолаушылардың барлығы дерлік бетперде киген. Жүргізушілер үнемі кірген шыққан адамның тәртіпті сақтау керектігін ескертеміз дейді. Бұны тұрғындардың өздері де растап берді. Әр остановкада маска деп қақсап отыр. Құлақ асып тыңдайтын да бар. Шопырдың айтқан сөзін құлақ қылмайтын да бар. Тұрғындардың өтінішімен жасалған рейд барысында жолаушылар тасымалының жағдайы осылайша бақылауға алынды. Дегенмен рейд соңында мамандар қала тұрғындарына қоғамдық орындарда карантиндік талаптарды сақтап, тәртіпке бағыну керектігін де айтуды ұмытпады. Рейдтің себебі алдында бір сұрақ көтерілген болатын ақсақалдар алқасы атынан автобустардың жүру интервалы сақталынбайды. Өйткені халық наразы білдіріп жатыр. Жаңа автобустардың жүру интервалы сақталмайды деп. Бүгін міне арнайы рейдке шықтық, бәріміз бірігіп, бірлесіп арнайы автостанцияға келдік, автобустардың жүру интервалын қарап тексердік. Одан бөлек жаңа адамдардың мына енді қазір пандемия уақытында өздерін жаңағындай маска тағу деген сияқты сұрақтары жөнінде, автобустардың обработкасы жөніндегі жаңа өздеріңіз көріп өткендей автобустар обработкадан өтіп жатыр. Адамдар енді кейбір адамдар бар маскасыз жаңағындай автобусқа отыратын. Енді жүргізушілер оларға ескертпе жасайды автобусқа жаңа маскамен кіру жөнінде. Енді кейбір адамдар маскамен кіреді, кейбір адамдар маскасыз кіреді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен қаламыздың тұрғындарын айтқым келеді, автобус болсын, басқа қоғамдық жерлер болсын, маска тағып, маскамен жүрген дұрыс болады деп. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Қаламыздағы Жеңіс саябағының жөндеу жұмыстары басталды. Тұрғындар серуендеуге арналған орынның қайта қалпына келтірілу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тапсырыс берген. Қазіргі уақытта саябақтағы қураған ағаштарды кесу жұмыстар жүргізілуде. Толығырақ келесі бейнематериалда. Гурба және Жеңіс көшелерінің қиылысында орналасқан нысан алдағы уақытта тек көгалдандырылып қана қоймай, қала тұрғындары мен қонақтары бой жазатын заманауи орынға айналмақ. Жауапты істі қолға алған мердігер ұйым Ақмешіт мелиоратор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тапсырыс беруші мекеме басшысының айтуынша, алдағы уақытта аталмыш орынды көгалдандыру үшін 700-ден аса балғын ағаштар отырғызылмақ. Биіктігі 2-3 метр болатын асыл тұқымды жасыл желектер дайын тамырымен жеткізіледі деп жоспарлануда. Басталып
жатқан жұмыс барысымен таныспаққа қоғамдық кеңес мүшелері нысанға арнайы бағыт алды. Қоғамдық кеңестің төрайымы Марал Мадиева алдағы уақытта арнайы жұмыс тобы құрылып, жұмыстың барысы қадағаланып отыратындығын жеткізді. Оның ішінде атап айтатын болсам, қарағай 128 дана тал, қайын 100-ден аса, терек 287-ден аса тал, және шырша 235 дана шырша отыратын болады. Жен саябағын қалпына келтіру жұмыстары аяқталған соң, ПТВС жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жаңағы жен саябағын қызмет көрсету үшін берілетін болады. Яғни талдарды суару деген сияқты жұмыстар және тағы басқа. Саябақта жаттығуға және балаларға арналған қос алаң орнатылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ күрделі жұмыстардың қатарында велосипед тебуге және жүгіруге арналған орындардың салынуы тағы бар. Саябаққа кіреберіс толықтай өзгертіліп, монумент пен аркада қайта қалпына келтірілмек. Сонымен қатар тапсырыс беруші мекеме маманының айтуынша, тұрғындардың игілігі үшін саябақ су жаңа орындықтар, қоқыс жәшіктері, гүлзарлар, автоматты суару жүйесі және бақылау камераларымен толықпақ. Айта кету керек, су жаңа демалыс орны ағымдағы жылдың шілде айында қолданысқа беріледі деп жоспарлануда. Еркинаш Шоқан, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгінде Қазақстан Республикасы әлемдегі қарқынды дамып келе жатқан елдердің бірі болып саналады. Әрине, мұндай жетістік өздігінен келе қойған жоқ. Бұған еліміз қоғамдағы жарасымды үйлесім мен ішкі саяси тұрақтылықтың арқасында қол жеткізді. Сондықтан елдегі бейбітшілік пен келісімді сақтау өте маңызды деп атап өтті ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Олжан Капарова арнамызға берген сұхбатында. Бүгінгі таңда Қазақстан ұлтаралық және дінаралық келісім мен ымырагершілікті негізге алған әртүрлі ұлт өкілдері мен діни бірлестіктердің отаны болып отыр. Тәуелсіз Қазақстанның маңызды жетістіктерінің бірі қоғамдағы бейбітшілік пен келісім екені белгілі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөздерінде үнемі атап көрсеткендей, шынында да тұрақтылық болмаса тиімді экономикалық дамуда, азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған теңгерімді әлеуметтік саясатта мүмкін емес. Ұлтаралық және дінаралық келісім болашақтың кепілі дейді Олжан Капарова. Бәрімізге белгілі, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін елдігімізді қалыптастыру, егемендігімізді нығайту және келешек дамудың дұрыс бағытын табу жолында талай жетістіктерге қол жеткізді. Халқымызға тән толеранттылық сипаттың, сондай-ақ ел басшылығының әділ саясатының арқасында Қазақстан саяси, экономикалық және әлеуметтік салаларда тығырыққа тірелуден аулақ болып 21 ғасырға сәтті қадам тастады. Еліміздің әлеуметтік, экономикалық және демократиялық жаңарулар бағытында айтарлықтай жетістіктерге жетуі, бүгінде дамыған елдердің қатарына кіруі Қазақстанның көпұлтты халқының қоғамдағы бейбітшілік пен келісімнің арқасы. Қазақстан бұл бейбітшілік пен келісім мекені дей отыра Сәтбаев қаласының ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Олжан Капарова барлық қазақстандықтарды ұлтаралық және дінаралық келісімді сақтауға шақырды. Қазақстанда 17 миллионнан астам адам біртұтас отбасы ретінде өмір сүреді. Bir шаңырақ астында 130-дан астам адам ұлт өкілдері тұрады. Кітаптар мен газеттер қазақ, орыс, ұйғыр, неміс, корей, татар тілдерінде шығарылады. Ұлттық театрлар жұмыс істейді, ұлттық радио және теледидар бағдарламалары таратылады. Және барлығымызда әртүрлі ұлттардың өкілдерін бір ортақ нәрсе біріктіреді. Біз Қазақстанның халқымыз. Диана Абдықалықова, Аян Коханов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алда орай болжамы және орыс тілдегі жаңалықтар. Қымбатты көрермен, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.